Әрі сумка, әрі самокат. Бұда да $1 болады. $7 арзанын істетем десек. Мына жерін алып тастасақ $1, мына жерін алып тастасақ $1. Түзетілген. Guangzhou сапасымен жұмыс істейді. Заводына барып сөйлесе, одан да арзан бағаға табуға бар. Бүгін достар, бүгін кезекті көрмедеміз. Кантон выставкасының 134-ші көрмесінің 3-ші кезеңі. Яғни бұл жақта ойыншықтар, киімдер, сөмкелер, тағысын тағы біраз нәрселер бар. Қазір енді бүгінгі видеоны сөмкелерге арнаймыз. Нағыз қазір маманы бізде Қасекен, Қасер бауырымыз. Сәлем жасында. Қасер бауырымыз енді сөмкелердің қыр-сырын, бағасын, сапасын, жалпы қалай алдыртуға болады, қанша алдыртуға болады, қанша алдыртуға болады, жолын барлығын көрсетуге тырысамыз. Мүмкіндік болса заводына да барып кетеміз. Осы видеода соның бәрін көрсететін боламыз. Жазылып кетіңіз, тіркеліп кетіңіз. Соны дейін көріңіз. Осы кімге керек осы сөмкенің темасы? Сөмкемен жүрген кісілерге жіберіңіз осы видеоны. Лайк, комментарий міндетті түрде. Тіркеліп қойыңыз деп айтып қойыңыз. Тіркеліп қойыңыздар. Жақсы, кеттік. Лайк басып қойыңыздар деймін. Мынаған не қылатын шабадандар. Бұлай кішкене болатын шабадандар ғой. Жинала ма? Жиналады. $18,5 екен. Ну, еще былай не сима. Мына үлкейеді. Үлкейеді. Көрсетіңіз. Мынау болса енді Қазақстанға қазір жол кіресінен ұтасыз ғой. Өйткені мынау кішкене болады. Объем жоқ былай айтқанда. Орын алмайды. Орны аз алады, жол арзандау болады. Арзандау болады. Bir жылдан бастап осындай мода болып жатыр ғой. Жаңа шыққан модельдер. Бірі осы. Заводына тауып, заводына барып сөйлесе, одан да арзан бағаға табуға бар. Сапасына қарайды ғой. Барып та мынаны сұрадым, мынаның темірі де бар, алюминий да бар дейді. Осының өзі де парық болады. Темір, алюминий екі түрлі баға. 300 мың юаннан асады ғой арендасы. Арендасы ма? Мына жерде примерно бір 40 квадрат метр бар ғой. 40 квадрат метрде 3000 юан төлеп выставкаға келеді екен кәсіпкерлер. 3000 юан төлеп тұрады. Былай айтқанда, мына жерде мінекей қазір 3000 юан емес. Мынау аз дегенде мынаның өзі бір 100 мың юан тұратын шығар. Мынау өзі? Қателесіп қалыппын. Мына жерде примерно 20-25 квадрат жер. Или одан аз. Банктардың өзі 300 мың юан болады, аз дегенде. 300 мың юан. Мына жерде 100 мың юан. Выставканың өзі кәдімгідей қып-қызыл бизнес екен. Мәжбүрлей ма қатысуға? Или өз еркін ма? Еркін. Тамақ жылтатын, тамақты сақтап тұратын, жылулық сақтап тұратын. Теріміз кішкене... Иә. Сондай сумкалар да? Иә, сондай сумкалар. Олар да қажет қой енді. Жол жүріп жүрген, жұмыс істейтін кісілерге. Ондайда өткізіп жатырсыз ба? Өткізіп жатырмыз, бар. Айырмашылығы бар мына екеуінің. 5-те 10 юан. Мысалы темір, мынау алюминий, мынау тағы темір, алюминий деп екеуі ғой деймін. Екеуінде айырмашылық бар. Ақша жағынан да, баға жағынан да десек те болады ғой. Мысалы дөңгелектер, ол жеке шабадан оймау, шабадан екен емес. Қалай болса, солай шығаруға болады өзі. Бұлар енді чемодан жасайтын кісілерге ма? Өндіріс орындарға керек. Қажетті заводтарды, қажетті бір ерекше бір сумкалардың қажетті контактілерін WeChat арқылы қосып алады. Негізінде көрмені сауда жасау үшін емес, көрмені жай көріп кету үшін ғана келу керек. Мен өзімнің көрмеге қатысу
барысында түсінген нәрсем. Көрмеге бір нәрсені табу үшін ғана, бір жаңа идеяны, сосын бір ары кетсе бір таппай жүрген заводтарыңызды ғана табуға болады екен. А так ол жерде отырып саудаласып кетем, ол жерден бір келісіп кетем, отырып жаңағындай бір партияға заказ беріп кетем деген әңгіме кішкене қисынға келмейді, себебі бұл жерде кішкене баға көтеріңкі болады. Ал контактілерін алып алып, ары қарай заводпен барып, жолығып сөйлесетін болса, ол кезде уже бағасын әлде қайда түсіруге болады, саудаласуға болады деген сияқты. Солай ма? Дұрыс. Бұл жерде енді бір тал, екі тал, бір үштік, екі үштік деген жоқ. Оптым. Негіз бұл жерде 500 үштік, 1000 үштік, өтпесе контейнермен есептеледі. Ант өзі де айтты ғой, бір контейнерде бойынша заказ қабылдаймыз дейді. Айта алмай тұр ғой. Енді бұл сыртқы сауда ғой. Заказ ғана қабылдаймыз дейді, тек қана. Заводтарын қай жерде десем, заводтарымыз сол Шанхайдың маңайында дейді. Анық айта алмай тұр ғой. Бұл айтқанда сыртқы сауда компаниясы десек те болады, заводы жоқ. Яғни заводтың бір бер жағындағы дүкендер болып тұр ғой? Иә. Сондай болып тұр ғой. Ондай да бар екен, яғни барлық мына жерде көрмедегі тұрған бутиктардың барлығының заводы бар деген сөз емес. Себебі бір завод бірнеше адамға сату правосын бере береді, былай айтқанда. Олар сату правосын алып, өздері отдельно бренд жасап, компания құрып, дүкен ашып, сөйтіп заводсыз-ақ үстіне заводтың бағасынан алып, үстіне кішкене өздерінің бағасы қойып сата береді екен. Ондайлар көп. Нағыз теріде иіс болады екен. Қасекеңнен біліп жатырмын. Сапаны сапасынан анықтайтын кезде сумканың иіскелеп көрсеңіздер болады. Банга деген. Жаңа рюкзактар екен. Сендердің базарда жақсы сұранысқа ие осы. Мына уже бар ма бізде? Бар. Қазақстанда интернетте жақсы сатылады. Сапасы да, бағасы да жақсы. Дизайндар бәрі ерекше екен, да? Банга деген. Материалы қандай бұл? Кожа емес, тряпка емес. Осы жаңа жыл шыққан, осы 2 жыл, 3 жыл болып қалды. Бұл материал шыққанда. Постоянно сумка алып жүрген заводына келді. Танып барлығы Қасекеңді күтіп алып жатыр, қонақ қылып жатыр. Осы заводқа Қасекеңмен алда уақытта барайық деп тұрмыз. Қасеке, қанша заказ бердіңіздер осы именно? Бір жылдай болып қалды бұнымен жұмыс жасап жатқанымыз. Бір жолата енді қатты заказ бермеді, бірақ ақырын енді жылдыққа болады енді көрсеткіш. Қанша енді? Bir жүргенде қанша жүресіздер? Енді мөлшермен енді жақын ғой енді екі елдің аралығы. Қазір тауар тез барып жатыр. 10 күн айналасында жетіп қояды.
Жоқ, қанша? 1 фура ма, 2 фура ма? Енді аз бұлардан енді бір алғанда бір 30 мың юан, айтқанда бір $5,000, $10,000. Олар 1 фура ма? Енді бірақта бұлардың несі қайтайланып келуі тез. Оларға ұзақ болмағаннан кейін бір камаз, бір бура алуға қажеті жоқ деймін да. Қайта айналып деген қалай ол? Қайта заказ беру? Қайтадан заказ беру деймін да. Сыдырмаларын қара мына. Сапасын қалай ажыратуға болады соны айтып беріңізші. Мыналардың жіңішкесі, өнен кейін мынаның материалын көрдің ба? Шешен сыртын материалдарын ұстап көрсең енді қолыңа сезіледі. Тігісін. Ал енді тігісінде бұны енді көбінесе әдетте біз жіп шықпаса болды деп ойлаймыз. Жақсы сапа. Кейбір енді нашар сапада енді кейін жол көрсетеміз. Жіптер шығып қалады. Енді мына жіп шығып дұрыс тікпесе, түзу тікпесе бұл енді дұрыс сапада емес дейміз. Сауналарды не? Түзу тігілген. Жіп шықпаған. Мына көрдің бе, мына алюмин дейміз. Темір болса екеуінің парқы. Темірді салам десең, 6 юан арзан болады, 7 юан $1 бұл айтқанда. Бұда да $1 болады, 7 юан парқ. Арзанын істетем десең. Сонда екеуінің арзаны. Алюмин қымбатырақ болып тұр ма? Қымбатырақ болып тұр. Алюмин қымбат, темірге қарағанда. Алюминнен де қымбат не бар? Ең қымбат осы екен. Таза алюмин дейді. Анау болса темір алмастыққан. Сыртына бұл айтқанда сыр ұрған ғой. Қазақстанда кастомды көп дейді ғой, той көп деген сияқты. Бұны кейін алып жүруге қолайлы кастом салады. Мынандай сомка ретінде. Бағасы? Бағасы $13 деді ғой. Мен мынандай ашына соқпыңыз. Тасымалдауы жақсы. Одан сомка болады. Мынандай да болып кете ма? Иә. Мен мынаны ашатын болсақ. Мынандай сомка көптен ғой. Аяқтарыңыз саласыздар. Костюмер, киім кешектеріңіз саласыздар. Алып жүруге қолайлы ғой. Сезоны жазда болады ғой. 5 айдан кейін зат даярлаймыз, сөгізде көреміз оны. Енді одан кейін 9 айда кіріп кеткеннен кейін оны көп қарамаймыз. Сезонға қарайтын болып тұрма сонда? Иә, сезонға қатты қарайды бұл. Сезон бойынша жүрмесе. Әр сезонға байланысты әртүрлі сумкалар. Иә. Ерлер сөмкелер енді сезонға қарамайды демекшімін ғой. Ерлер сөмкелерін Ханан өлкесі көп істейді. Бір өлкеде сол тек қана ерлер. Иә, кішкене заводтар көп. Жақын ба ол болған жоғы? Енді ішкі Қытайдың іші бір-бірімен жақын тез жетесіз. Жеке чабадан емес, жеке рузак емес, жеке дорожный емес, мен енді барлығын істеп жатырмын. Сөмке айтып атауы болса, бірақ енді оғысы барысында енді бұл не үшін арзан, не үшін қымбат дегенде сол материал жағынан. Материал енді жылына өзгеріп отырады. Жаңа материал шыққанда кішкене қымбат болады. Ал енді көне материалға өткенде бұлай айтқанда өзіміз кәдімгі киім сияқты модадан қалады. Сол кезде арзандайды бұларда. Сонымен парқ. Енді қажеттеріне қарай жасап салып беруге болады, объемы толатын болса, әдетте өзінің талабына қарай жасауымызға болады.
мындай бар екен да. Бәрі сумка, бәрі самокат. Қала бойынша Яғни өзің қалаған бренді бойынша мындай атын қойып шарт беруге болады, зауытқа. Ол үшін бірақ көлем болу керек қой, да? Көлем, кішкене көлем болу керек. Қанша примерно? Енді мысалы кейбіреулерінен бір 500-тік, 1000-тік ары қалай. Өзінің талабына қарай. Енді әдеттегі жағдайда енді сол өзінің істейтін көлемдері болады. Сол бойынша істеуге болады. Мысалы әдетте бір реңінен енді әдеттегі жағдай 53-тіктен заказ аламыз. Бір светінен дейміз ғой. $17 екен. Ана жерге қыздар, әйелдер кірсе бас айналып шыға алмай қалатын сияқты. Әйелдер сумкасынан әшекей бұйымдарына келдік. Қызеге, қыз балалар ана бір-біріне ұқсамайтын сумка кигісі келеді, таққысы келеді. Ол мысалы бір келкі сумканы жіберсеңіз, қаншалықты дұрыс. Болмаса мысалы бір кісілер қыз балаларға әртүрлі сумканы араластырып алғым келеді десе, олай да бола ма мысалы? Енді біз істеп отырғанымыз негізінен оптым ғой. Мен өзім енді негізі жағынан оптымға кішкене мысалы объемы жақсы болса, енді ол жерде мысалы реңінен әдетте жоқ, оптым алам дейді, бірақ араластырып беріңіз дейді мысалы. Болады. Араластырып. Болады. Киімде мысалы бір фурада может быть 100 түрлі деген сияқты. Болады. Маған да қызығатын сияқты. Мынау енді реклама жазасың ғой. Алып. Қойып, чигина. Мысалы сапасын тексергенде дейді да, мынаның жібі дейді. Жібі қалай түсті, дұрыс түсті ма? Екінші мынаның жапсыруы қалай, дұрыс па, қате ма? Өнемен ана темір терсегі. Самоктары да. Моделін 400 дей ма? Иә, 400 дейді. 2 свет дейді. Заказ берген кезде солай заказ беру керек па? Иә, солай заказ беру керек дейді. Бұл 400 ол примерно қанша объем болады? Көлем фурада қанша жер алу мүмкін, қанша куб алу мүмкін? Енді көп алмайды. Көп алмайды. 8 жәшік болады ғой. 8 жәшік. Сумканың заводтары асылынан Пекин жақта ма? Енді Пекин жақтағы заводтар негізі арзан негізі. Ол жақта сол арзанымен әйгілі ғой. Ал енді заводтар әр жерде бар, бантта да айттық қой. Гуанчжоуда бар. Гуанчжоуда бар, басқа жерде де бар. Енді негізге танымал сол Гуанчжоуда. Гуанчжоу сапасымен жұмыс істейді. Банттағы Пекин ол болса бағасымен жұмыс істейді. Арзан бағалылар. Қалған жерде сол енді аздап бар. Мынау сапалы, мынау сапасыз деп айту енді мен өзім ойлаймын, енді оның өзі кішкене қателік. Бұл жерде енді ақшаңызға қарай затыңыз болып тұр ғой. Кез келген бағаға, кез келген зат табылады дейсіз ғой? Иә. Бантта да өзіңді көрдің ғой, міне жерін алып тастасақ $1, міне жерін алып тастасақ $1. Бүгін көрмені 3-ші кезеңнің көрмесін бірінші күн аралап біттік. Негізі бір күнде толыққанда бәрін аралап шықтық. Қасекең өзінің сөмке саласында керегін аралап, бірге мен ертіп жүріп сөмкеден біраз ақпарат берді. Ертең тағы базар алайық деп тұрмыз сөмкеге байланысты. Одан кейін заводқа барамыз бұйыртса. Өзі Пекинде тұрады.
арнайы Пекинде тұрады. Себебі Пекин жақта сөмкеге ыңғайлы екен, заводтар көп екен. Солай ғой да? Пекин тұрудағы мақсатыңыз қалай? Қасеке? Енді Пекин жақта тұрған мақсатым біріншіден қолайлы ғой. Зат көрсең де басқасында боласың. Өнен кейін кішкене заводтармен кезігесің. Соған пайдалы. Енді қалған сол затты салғанда сол кішкене қабылдап алғанда кішкене жауапкершілікпен қарап Елдің заты болғаннан кейін енді саған сеніп беріп отыр. Сонымен кішкене тексеріп аласың. Тамаша. Жақсы. Сол мақсатпен сол жерде тұрмыз.